Келесі витрина сіздерді Абай атамыздың туған жерімен таныстырады. Шыңғыстау ұлы ақынның туған мекені, яғни қай атамыздың туған мекені? Абай атамыздың су ішкен бұлағы мен сырт қасқабұлақ, яғни Абай атамыздың ауылы сырт қасқабұлақ деп аталатын болған. Әжесі Зере бала Абайға ертегі тыңдап қызы отырған белгіленген болды. Және де анасы Ұлжан мен бала Абай табиғатты тамашалап отырған белгіленген болды. Біздің заманымызда үлкен ғимараттар, үлкен үйлеріміз, мектептеріміз, музей бүкілі бар болса, ал Абайдың заманында олар күз бен қыста олар киіз үйдің ішінде сабақ өткен болатын, ал көктем мен жазда олар сыртта киіз үйдің сыртында сабақ өткен болатын. Келесі витринаға назар аударатын болсаңыздар, Абай атамыздың заманындағы ескі Семей қаласы мен Абай заманындағы Семей қаласы және де Семей қаласының орналасқан қос мұнаралы мешіті.